Сәлем қыздар, бүгін сіздермен бірге өзбекский ханым жасаймыз. Менімен бірге болыңыздар. Картопты дәл осылай ұсақтап турап аламыз. Барлығын әрине қыздар, мінекей қараңыздар. Дәл осылай турап алдым. Енді қыздар жуамызды турап аламыз. Жуамызды да кубик тәріздес етіп, мінекей қараңыздар, жақсылап турап аламыз. Ұсақтап мінекей қыздар. Енді қыздар, маған петрушка қажет болды. Мен петрушка қосқым келді. Қалауларыңыз бойынша әрине қыздар қоссаңыздар да қоспасаңыздар да болады. Енді мынау құйрық қыздар. Құйрықты жақсылап тұрып, кубик тәріздес етіп, ұсақтап тураймыз. Өте күшті болып шығады қыздар. Құйрықты мен өзім ұнатамын. Мінекей қараңыздар. Міне қыздар, етімді де дәл солай турап алдым. Барлығын араластырдым. Қамыр илеп, мінекей жоп-жұқа етіп жаясыздар қыздар қамырларыңызды. Міне барлығын 4 бұрышты етіп, барлығын кесіп алдым. Енді жайып, майлап, ішіне салмамды саламын. Енді қыздар қараңыздар, салманы көп салуға болмайды. Кішкене салып, дәл осылай түйеміз. Міне қыздар. Мінекей. Сосын қыздар, барлығын түйіп болған соң листімізді майлаймыз. Міндетті түрде қыздар. Сосын барлығын майлап саламыз, жайғастырамыз. Мінекей. Тамақты 40 минутқа газге қойдым. Қыздар, енді үстіне подлив жасаймыз. Бір ғана сәбізімізді теркадан өткізіп қуырып алдым. Одан соң қыста қалған салатымызды салып, одан бір бокал су құйып қайнаттым. Төмен отпен тамақ піскенше пісіп қалады. Ол да дайын болады. Қыздар, мінекей барлығын бөлек-бөлек үстінен подлив жағып жайғастырамыз. Осымен қыздар, тамағымыз дайын. Барлықтарыңызға ас болсын. Дайындап көріңіздер. Өте керемет болып шығады қыздар. Менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар қыздар.